Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қысқаша көбейту формуласына берілген есептерді с бөліміндегі, яғни қиынырақ есептерді шығарамыз, назар аударыңыздар. Яғни көбейткіштерге жіктеңіздер дейді мына жерде. Экран көрініп тұрған шығар сіздерге. Мына жағдайда қалай көбейткіштерге жіктейміз? Жүз 42-ші есепке назар аударайық. Қандай идея келді бастарыңызға? Яғни x квадрат алынған 5x плюс 6. Біз бұны екі жақшаға жіктеп жазуымыз керек, көбейткіштерге жікте деген кезде. Яғни не істейміз? Бұны біз былай жазып аламыз. X квадрат минус 6x-тан 1x-ті қоссақ. Бізде мына жерде қайтадан минус 5x-міз шығады ғой. Сол екі жақшаға жіктеп аламыз. 5x-ті. 6x болды. 6 өзі тұрған 6-мыз ғой. Енді бұны екі жақшаға саламыз. Жоқ, 2 мен 3-тің көбейтіндісі ретінде алу керек екенбіз ғой. Әже келмейді екен, аздап шатасып жатырмыз. 2 мен 3-тің қосындысы ретінде алсақ болады. 2 мен 3-тің қосындысы ретінде. Өшіруге келмейді екен мына жер. Жақсы, мына жерге 2 дейік. Минус 2x. Минус 5x шығу керек қой. Мына жерге 3x дейміз. Сонда 5x шығады. Минус 2, минус 3. Яғни минус 2-ге минус 3-ті қоссақ, минус 5 шығады. X-тар бар деген сөз жанында. Яғни енді біздің бірінші жақшамыз мынау болады. Бұл жағдайда бізде x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. X квадраттан x қалады. Алынған 2x-тан бізде x жақшаның сыртына кететін болса, 2 қалады. Екінші жақшамызда минус 3 шығады. Мына жерде x қалады. 6 деген ол 3 көбейту 2. 3 жақшаның сыртында тұрған көбейту болады. Мына ішінде минус 2 қалады. Неге минус дейсіздер оны? 6-ны алды плюс емес пе деп. Бұл жерде 2 минустың көбейтіндісінен тұр деген сөз ғой. Яғни минус 2 мен минус 3-тің көбейтіндісінен тұр. Минус 3 жақшаның сыртына шығып кететін болса, минус 2 жақшаның ішінде қалады. Енді екі жерде де бар жақша бізде. Мынау бізде бірінші қосылғыш болып саналады. Бірінші қосылғыш. Мынау бізде екінші қосылғыш. Теріс таңбалы қосылғыш. Сонда мына бірінші қосылғышта да, екінші қосылғышта да бар зат бізде x минус 2 мынада да бар. Осы x минус 2 жақшаның сыртына шығады. Жақшаның ішінде не қалады? Мынадан бізде x қалады. Мынада бізде минус 3 қалады. Осылайша екі жақшаға жіктедік. Көбейтінді ретінде. Яғни бізде не болды? Бастапқыда бізде x квадрат минус 5x плюс 6 болды. Қосылғыштар болды. Бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш, үшінші қосылғыш. Біз көбейткіштерге жіктедік. Бірінші көбейткіш, екінші көбейткіштен тұратын көбейткіштерге жіктедік. Осылайша енді екіншісін шығарайық. Түсінікті болды деп ойлаймын. Екінші есебіміз шығарайық. X квадрат плюс 6x жазылған өшіріліп жатыр. Так, x квадрат плюс 6x плюс 8. Біз оны қайдан білеміз? Неге оны қосамыз ба, азайтамыз ба деген сұрақ туындайды басымыздан. Яғни оны біз мынау сан айтады бізге. Мынау қай екі санның көбейтіндісінен тұр? Мынау бізде 2 мен 4-тің көбейтіндісінен тұр. Ал мынау ортаңғы көбейткіш бізде сол 2 мен 4-тің қосындысынан тұр деп санаймыз, есептейміз. Солай бөлеміз бұларды.
яғни x квадрат дейміз. Плюс 2x плюс 4x плюс 8. Мына жерде барлығы қосу оп оңай жүктеліп кете салады. Мына біздің екінші жақшамыздан бірінші жақшамыз. Екінші жақшадан мен x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Менде x плюс 2 қалады. Мына жақтан екеуінде 2 бар. 2-ні шығарып жіберемін. x плюс 2. x плюс 2 деген екі жақшада да бар. Сондықтан x плюс 2 жақшаның сыртында қалады. Келесі жақшада x плюс 2. Бірді жақша шықты. Бұл жағдайда, яғни x плюс 2-нің шатыс кеткен жоқ, квадратты бола салады. 4 болды. Мына жерде қай жерде шатыс кеткен? Мына жерде 4 шығады екен ғой. Міне ғой шатасып жатырмын. Бәсе, қалай квадраттық теңдеу болмай қалды деп жатыр. Мына жерде 4 шығарып жүреміз. Сонда мынау екінші жақшада мынау 4 болады. Иә? И мынау болмайды. Міне осымен қалады. Бірдей жақша шыққан жоқ. Если бізде x плюс 2 деген бірдей жақша шығатын болса деп ойлап жатырмын, қатемді қайдан тауып алдым. Онда біздің қысқаша көбейту формуласы бойынша 4x плюс 4 деген өрнек болушы еді. Бізде мына 6x 8 деген өрнектер ғой, сондықтан бұл екі әртүрлі жақшадан құралған өрнек. Жақсы, үшінші есепке назар аударайық. m квадрат минус 7mn плюс 12n. Ал енді паузаға қойып, өздеріңіз ойлансаңыздар болады. Қандай қосылғыштарға жүктеймін деп. Яғни 12-ден бастаймыз. 12 қандай көбейткіштерден тұр? Әрине 12 бізде 6 мен 2-ден де тұрады ғой, иә, мұғалімдер айтасыздар ғой. Бірақ 6 мен 2-ні қоссаң 7 шықпайды. Сондықтан ол қосылғыштарыңызды қосқан кезде 7 болатындай санды іздеңіздер. Ол яғни 4 пен 3. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12, 6 мен 2-ні жарамай қалды. 4 пен 3-ті қоссам, мына жерде 7 шығайын депті. Көрдіңіздер ғой, коэффициент жіктейміз. Сонда менде минус болғандықтан екеуінің алды минус болып кетеді ғой. m квадрат минус 4m. Ортада тұрған қосылғыш көбінесе жіктеледі. 3mn плюс 12n квадрат. Бірінші жақшадан мен m шығарам. m минус 4n. Екінші жақшадан мен 3n шығарам. m минус 4n. Енді m минус 4n жақшаның сыртына шықсын. Тең-теңмен жалғасып отыр. Өрнекті ықшамдау ғой бұл. Теңдеу емес, тең-теңмен жалғасады. Сонда екінші жақшада не қалады? Мынау m қалады. m. Сосын алып жазамыз. Сосын 3n-ді жазамыз. Өйткені мынау жақша ол бір жақша болып кетті. Жақсы, енді төртінші есепті өздеріңіз шығарып, қандай жақшалар шыққанын комментарияға жазып кетсеңіздер болады.